Қазір өткелі жатқан тақырып бұл өте жеңіл тақырыптардың бірі, бірақ осы тақырыптан ұбт-да міндетті түрде бірінші, екінші сұрақтан келеді. Сондықтан сабақты мұқият қараңыздар. Бүгін біз жалпы кэш жады дегеніміз не, қатқыл диск дегеніне, BIOS дегеніне, жедел жады дегеніміз не деген сияқты тақырыптарды өтеміз. Сосын мынау жады бар ғой, ішкі жады, сыртқы жады болып екіге бөлінеді. Соның ішінде ішкі жадының, сыртқы жадының түрлерін өтетін боламыз. Жалпы компьютердің құрылғылары туралы болады. Олай болса сабағымызды бастайық. Компьютердің негізгі конфигурациялары. Компьютер негізгі конфигурациялары олар бізде төртеу: жүйелік блок, монитор, пернетақта, тінтуір. Енді қараңыздар, осы жерде конфигурация дегеніміз бұл қандай да бір элементтердің, қандай да бір құрылғылардың, элементтердің бір мақсат үшін бірігіп жұмыс жасауын айтады. Мысалы, мынау төрт элемент компьютермен жұмыс жасау үшін өте бізге сондай маңызды құрылғылар. Егер осының ішінде біреуі болмайтын болса, біз компьютермен жұмыс жасай алмай қаламыз. Сондықтан негізгі конфигурациялары осы төртеу болып табылады. Жалпы компьютердің негізгі конфигурациялары дегенді немесе компьютердің негізгі құрылғылары деп те айтсақ болады. Мысалы, біз бұның ішіне неге жаңағыдай колонка дегенді қоспаймыз? Себебі олар компьютермен жұмыс жасау үшін бір маңызды заттар емес. Олар болмаса да біз компьютермен жұмыс жасай береміз. Ал мынаның біреуі болмай қалатын болса, біз компьютермен жұмыс жасай алмай қаламыз. Сондықтан осы төртеуі кіреді екен. ұбт-да осыған байланысты сұрақ келген екен. Негізгі конфигурациялары дейді. Компьютердің жауап бізде Б болады. Жүйелік блок, монитор, пернетақта, тінтуір. Оңай. Келесі, жүйелік блоктың негізгі конфигурациялары дейді. Біз жүйелік блоктың не екенін білеміз, ол міне тұр. Осы жүйелік блоктың енді негізгі конфигурацияларымен танысайық. Олар бізде алтау. Егер осының біреуі болмаса, жүйелік блокпен жұмыс жасай алмаймыз. Сондықтан осы алтауда болғаны өте маңызды. Ең бірінші процессормен танысайық. Процессор бұл компьютердің миы деп айтып жатады. Кез келген ақпарат өңделмес бұрын осы процессорға келеді. Ақпарат процессорда өңделеді. Мысалы, сіз калькуляторда 2+3 деген команданы жаздыңыз делік. Жазғаннан кейін сол есептеу үшін процессорға келеді екен. Процессор 2+3-тің жауабын есептеп, сізге 5 деген ответті береді. Мен процессорда компьютердің миы деп айттым. Процессор осы адамның миына қаралып жасалынған ғой. Ғалымдардың зерттегені бойынша адам кез келген бір іс-әрекетті жасамас бұрын бірінші миына сигнал жібереді екен. Мысалы, адам көзін ашып жұмғысы келсе де, қолымен бір іс-әрекетті жасағысы келсе де, бірінші миына сигнал жібереді екен. Содан кейін барып қана оны жасай алады. Процессорда дәл сол сияқты кез келген ақпарат өңделмес бұрын процессорға келеді, және ақпарат процессорда өңделеді. Келесі, қатқыл диск. Қатқыл дискті Винчестер деп айтып жатады, орысшасы жесткий диск. Бұл қатқыл диск жады түрінің бірі. Қазір алдағы тақырыптарды танысамыз. Қатқыл диск жады түрінің бірі. Бұл ақпаратты ұзақ уақытқа сақтау үшін керек, және сыйымдылығы бойынша ең жоғарғы жады түрі болып табылады. Келесі бізде жедел жады, RAM деп айтады. Ағылшындан аударғанда Random Access Memory деп болады. Жедел жадының атқаратын қызметі өте маңызды. Бұл жедел жады біріншіден процессорға ақпарат тасымалдайды. Енді мына процессорға ақпаратты тасымалдап отыратын осы бізде жедел жады болып табылады. Содан кейін екінші, жедел жады арқылы біз бірнеше программамен бір мезетте, бір уақытта жұмыс жасауға мүмкіндік аламыз. Яғни, компьютерді қосқаннан кейін біз Word-ды да ашып қойып, мысалы Word-тың ішіне конспект жазып отыра аламыз. Дәл сол моментте мына жақтан Google-да ашып қойып, Google-дан мәліметтерді іздеп отыра аламыз. Екеуінде біз жауып тастамаймыз, екеуі де ашық тұрады, екеуімен бір мезетте жұмыс жасап отыра аламыз. Осындай бірнеше программамен бір мезетте жұмыс жасауға мүмкіндік беретін бізде жедел жады болып табылады екен. Жедел жады бұл уақытша сақтау құрылғысы болып табылады. Яғни ақпаратты өзінің жадында тек уақытша ғана сақтай алады. Тек
программа қосылып тұрған кезде ғана ақпаратты жедел жады өзінде сақтай алады. Егер компьютер өшіп қалатын болса, онда жедел жадындағы ақпараттар да бірге өшіп кетеді екен. Мысалы, сіз Word-қа бір конспект жазып отырсыз. Конспект жазып отырған кезінде барлық мәліметтер осы сақтамағанға дейін компьютерге жедел жадының ішінде сақталып тұрады. Егер сіз компьютерде жұмыс жасап отырған кезінде свет өшіп қалатын болса, и сол моментте сіздің тоқ болмағаннан кейін компьютеріңізде өшіп қалатын болса, ол кезінде мынау жедел жадында сақталып тұрған мәліметтерде өшіп кетеді. И сөйтіп мынау Word-та жазып отырған мәліметтеріңізде бірге өшіп кетеді екен. Жалпы түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі бізде бейне карта. Бейне карта мынау сіздің мониторыңызда көріп отырған графика, немесе тексттер, барлығы осы бейне картаның көмегімен көріп отырсыз. Егер сіздің бейне картаңыз қаншалықты сапасы жоғары болса, сіздің мониторыңыздағы графиканың да сапасы соғұрлым жоғары болады. Мынау ойын компьютерлерінде осы бейне картаны барынша жаңағыдай ең мықтысын салуға тырысады. Себебі бейне карта жақсы болған сайын, біріншіден сіздің ойынның графикасы жақсарады, екіншіден ойын жаңағыдай қатпай жұмыс жасайтын болады. Яғни бейне карта төмен болатын болса, кейде ойындар, ауыр ойындар қатуы мүмкін. Сондықтан осы бейне картаны жақсысын алуға тырысады. Келесі бізде қуат көзі. Біз жүйелік блокты тоққа қосқан кезінде осы 220 вольт ең бірінші осы қуат көзіне келіп жалғанады. Бұл құрылғы сол 220 вольтты процессорға, жедел жадына, қатқыл дискке, бейне картаға, сол сияқты барлық құрылғыларға бөліп береді. Мысалы, мынау процессорға 5 вольт, жедел жадыға 10 вольт деген сияқты әрбір құрылғыға жеке-жеке бөліп беріп отырады. Ең соңғысы бізде аналық тақша. Аналық тақшаның атқаратын қызметі осы барлық құрылғыларды жаңағыдай бір жерге жинау, барлығын бір-бірімен байланыстыру. Келесі, компьютердің конфигурациясын тексеретін программалар. Информатика пәнінде екеуімен танысамыз. Осы екі программа арқылы біз компьютердегі құрылғылардың қаншалықты дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексере аламыз. Мысалы, жедел жадының, бейне картаның, әртүрлі осындай құрылғылардың қаншалықты жақсы жұмыс жасап тұрғанын осы екі программа арқылы тексереді екенбіз. Келесі тақырып бізде компьютердің жады. Компьютердің жады екіге бөлінеді: ішкі жады және сыртқы жады. Ішкі жады үш түрі бар: жедел есте сақтау құрылғысы, тұрақты есте сақтау құрылғысы, кэш жады. Давайте бірінші ішкі жадының түрлерімен танысып алайық. Жедел есте сақтау құрылғысын сіздер уже танисыздар, оны уже білесіздер не екенін. Енді мен сонда да бір қайталап айтып өтейін. Жедел жадының атқаратын қызметі: біріншіден, процессорға қандай да бір ақпаратты тасымалдайды. Екіншіден, бір мезетте бірнеше программамен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Программалармен жұмыс жасап отқан мезетте барлық, мысалы, Word-пен жұмыс жасап отырсыз, Google-мен жұмыс жасап отырсыз, сол жақтағы сақталып тұрған ақпараттар жедел жадында сақталып тұрады. Егер сіз соны компьютерге сақтап қоймасаңыз, жедел жадында сақталып тұрған деректер уақытша болғандықтан компьютер өшіп қалса, ол жақ жедел жадындағы деректер де бірге өшіп кетеді. Келесі тұрақты есте сақтау құрылғысы ROM. Тұрақты есте сақтау құрылғысына біз BIOS-ты айтсақ болады. BIOS енгізу, шығару құрылғысы деп айтады. Енді қараңыздар, мынау аналық тақшаны заводтан жасап шығарған кезінде BIOS-ты бірге орнатып шығарады. Мөр басқан сияқты аналық тақшаға бірден орнатып қояды осы BIOS-ты. BIOS-тың ішіне программа орнатылады. Сол программа арқылы BIOS компьютердің жұмысын жаңағыдай қадағалап отырады. Мысалы, Windows-тың қалай жұмыс жасап тұрғанын, Windows-та мысалы белгілі бір ақаулар бар ма, немесе компьютерге қосылған кезінде BIOS жалпы компьютер іске қосылған кезде қосылады. Мысалы, компьютерге мышка, пернетақта, мышка тінтуір деп айтайын, тінтуір, пернетақта, веб-камера, колонка деген сияқты әртүрлі құрылғылар жалғанады. Осылардың жалғанғаннан кейін
дұрыс жұмыс жасап тұрғанын барлығын тексеретін осы бізде BIOS болып табылады. Жалпы келесі бізде кэш жады. Кэш жадының атқаратын қызметі, мынау жедел жады бар ғой, осы жедел жады мен процессор арасындағы деректер алмасуды барынша жақсартатын құрылғы кэш жады болып табылады. Біз білеміз, жедел жады бұл процессорге қандай да бір ақпаратты тасымалдау үшін керек. Енді осыны қандай да бір ақпаратты жедел жады арқылы тасымалдаған кезінде, оны одан да тез тасымалдау үшін, одан да жақсарту үшін жалпы кэш жады қолданылады. Енді қараңыздар, мынау кэш жады деген бұл процессор бар ғой, сол процессордың артқы бөлігіне орнатылады. Міне тұр кэш жады, Кэш жады процессорге орнатылғаннан кейін, егер кэш жадымен компьютер жұмыс жасайтын болса, онда оның жылдамдығы 10 есе жылдам жұмыс жасайтын болады. Байқайсыздар ма, мысалы кейде Windows пен жұмыс жасап отқан кезінде, кез келген операциялық жүйемен, компьютермен жұмыс жасап отқан кезде, жалпы сіздің соңғы қолданған программаларыңыз компьютерде поискті басқан кезінде шығып тұруы мүмкін. Өзіңіздің соңғы қолданып жүрген программаларыңыз осы кэш жадында сақталып тұрады негізінде. Енді сіздердің кэш жады туралы білулеріңіз керегі, бұл тек қана жедел жады мен процессор арасында деректерді алмасу үшін қолданылатыны туралы білсеңіздер осы жерде. Келесі бізде сыртқы жады түрлерімен танысайық. Сыртқы жады түрлері олар бізде үшеу: магниттік дискілер, флеш жады, оптикалық дискілер. Енді флеш жадыны сіздерге уже суреттен таныс деп ойлаймын. Магниттік дискілерден бастайық. Магниттік дискілер бұлар екіге бөлінеді: қатқыл дискілер және иілгіш дискілер. Қатқыл дискімен сіздер уже таныссыздар. Енді иілгіш дискілер бұлар көлемі шағын, қорғаныс қабаты бар иілгіш пластикалық ақпарат тасымалдаушы. Жалпы қазіргі кезде бұл көп қолданылмайды. Сыйымдылығы өте аз, 1,44 мегабайт. Келесі оптикалық дискілер. Оптикалық дискінің бізде CD және DVD деген екі түрі бар. Содан кейін мына жақта байқап тұрсаңыздар, RW деген осындай артына осындай жалғанған. R деген нәрсе read деген ағылшын сөзінің қысқартылған түрі. Егер CD-R, DVD-R болатын болса, бұл дискілерге ақпаратты тек қана бір программаны, кез келген бір нәрсені тек қана бір рет жазуға ғана мүмкіндік болады. Жазып қойдым мына жерге. Ақпаратты тек қана бір рет жазуға арналған бұлар. Яғни өшіріп қайта жаза алмайсыз. Ал CD-R-View, яғни CD-RW, DVD-RW бұлар ақпаратты бірнеше рет өшіріп және оны қайта жазуға мүмкіндік береді. R деген сөз read, W бұл write деген сөз, read and write. Яғни ақпаратты бірнеше рет өшіріп және қайта жазуға мүмкіндік береді екен. Енді CD мен DVD-дің айырмашылығы бұлардың сыйымдылығында. CD тек қана 700 мегабайтқа дейін ақпарат сыйымдылығы бар. Осыған дейін ғана біз ішіне бір нәрселерді жаза аламыз, 700 мегабайтқа дейін. Ал DVD-да біз 4,7 гигабайтқа дейін жаза алады екенбіз. Келесі бізде енді бүгінгі өткен тақырыпқа тест алайық. Суретте көрсетілген құрылғы бізде көріп тұрсыздар, бұл жедел есте сақтау құрылғысы. Одан кейін компьютердің барлық құрылғылардың жұмысын басқаратын құрылғы бізде басқару деп болып табылады. Сыйымдылығы үлкен есте сақтау құрылғысы дейді. Бізде ол жұмсақ диск, лазерлік диск дегенмен өткен жоқпыз, олармен танысқан жоқпыз, ондайлар жоқ. Біздегі жауап бізде қатқыл диск болады. Иілгіш дисктің сыйымдылығы бар болғаны 1,44 мегабайт. Қатқыл дискке 100 деген мыңдаған гигабайт ақпараттарды сыйғыза беруге болады. Компьютердің негізгі конфигурациялары дейді. Жауап Б болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Енді келесі сабақта біз компьютердің желілерімен танысатын боламыз. Олай болса келесіде кездескенше.